Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 62-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың атын білдіретін сөздермен танысамыз. Бірінші жаттығу: өлеңді оқы, жаттап ал. Қолыңды жу. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбікке малып. Жасыл, қызыл, ағын, қолдана бер бәрін. Жуынғанды дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда. Таңда, түсте, кеште, қол жуудан тынба. Серікбол Хасан. Өлең не туралы айтылған? Тазалықты үнемі сақтау үшін не істеу керек? Сабынның пайдасы қандай? Заттың атын білдіретін сөздерді тап. Осы сұрақтарға жауап береміз балалар. Екінші жаттығу: жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Жуған киім тазарып, өзі қалды тым арып. Жауабы сабын екен. Үшінші жаттығу: көркем жаз, су, сабын, сүлгі, тарақ, айна. Бұларға қандай сұрақ қойылады балалар? Не, су, не, су, бұл не, сабын деген сияқты. Төртінші жаттығу: сурет атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап айт дейді. Тарақ. Екінші суретте айна, үшінші суретте зымыран, төртіншіде алма, бесінші лақ, алтыншы ыдыс, жетінші қоян екен. Сонда барлығының бас әріптерінен сөз құрайтын болсақ, тазалық сөзі шығады екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.